Қайызғақ бастың шашты бөлігінде эпидермистің беткі қабатынан бозғылт ақ қабыршақ түрінде түлеп түскен клеткалардың жиналып қалуынан болатын тері ауруы, тері бездері қызметінің күшеюінен не нашарлауынан пайда болады. Қайызғақтан құтылудың жолдарын көп адамдар білмей жатады. Шашың майлы әрі қайызғақ болып жүрсе, өзің де өзіңе де жағымсыз. Сондықтан біз бүгін қайызғақ туралы айтамыз. Қайызғақты шашқа арналған кішігірім кеңестер топтамасы. Күн сайын басыңызға саусақтарыңызбен массаж жасаңыз. Күніне 3-4 минут массаж жасау арқылы сіз жақсы нәтижеге қол жеткізесіз. Шашыңызды күніне 2 рет тараңыз. Тарақтың тістері жұмсақ болуы тиіс. Егер де сіздің жұмысыңызда отырып істейтін жұмыс болса, кеңседе және тағы да басқада әр сағат сайын мойныңызды уқалап тұрыңыз. Ол қан айналым жүйесін жақсартады. Қайызғақты кетіруге арналған үй жағдайындағы маскалар. Алма сірке суы негізіндегі қайызғаққа арналған маска. Қайызғақты кетіруге арналған ең тиімді құрал болып саналады. Шашыңызды жуудан алдын теріге ерекше назар аудара отырып, шашқа алма сірке суын жағыңыз. Дұрысы мақтамен жағыңыз, ватные диски. Нәтижесі 1 аптадан кейін көрінеді. Осы мақсатта лимонды пайдалануға болады. Көп адамдар үй жағдайында қайызғаққа қарсы аспирин қоспасын қолданады. Аспириннің бірнеше таблеткасын, яғни 10-15 штук ұнтақтасаңыз, сол ұнтақты күнделікті қолданып жүрген шампунмен араластырыңыз. Дәрі дайын қолдануға беруіңізге болады. Қайызғаққа қарсы тағы бір тиімді маска бір сарыуыз, яғни жұмыртқаның 1 ас қасық лимон шырыны, жарты стакан жылы су және ас қасық өсімдік майы. Маска дайын. Майлы қайызғақты құтылуға хна да көмектеседі. Бояйтын және түсін пайдалануға болады. Ал ең оңай тәсіл ол шашты күнделікті жуып жүрген су сабынымен жуып, одан кейін шайып, сосын қайтадан жылы суға 1 уыс тұз қосып шашты шайса, қайызғақ жоғалады. Бұл айтылған емдік рецепттердің барлығы бастағы қайызғақты кетіреді, шашқа рең беріп тұрады.